Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айған Ұлпиева. Бүгінгі видеода 9 сынып химия 2 практикалық жұмысты талқылайтын боламыз. Бейорганикалық қосылыстар жаңағы құрамының сапалық талдауы. 55 бет. Бізге керекті реактивтер: темір сульфаты, кальций хлориді, натрий карбонаты, натрий сульфиті, натрий хлориді кристалдары, натрий гидроксиді, мыс сульфаты, тұз қышқылы, күміс нитраты ерітінділері қажет болады. Және ыдыстар, зертханалық құрал-жабдықтарға, сынақтарға арналған тұрғы керек. Бізде бірінші тәжірибе және екінші тәжірибе бар екен. Сонымен қатар үшінші, төртінші тәжірибелер де бар. Бірінші тәжірибеде бізде феррум SO4-тен қалай оның гидроксидін алу реакциясын жазатын боламыз. Натрий OH қосқан кезде темір гидроксиді тұнбаға түседі, жасыл тұнба. Екіншісінде темір хлоридін алу үшін біз барий хлоридін қосамыз. Нәтижесінде ақ тұнба барий сульфаты болады. Тапсырмасында кальций хлоридіне натрий карбонатын қосқанда кальций жаңағы карбонаты әктас деп аталады. Ақ тұнба түседі, ақ тұнба түзіледі және натрий хлор ас тұзы бөлінеді. Екінші реакцияда кальций хлорға күміс нитратын қосамыз. Яғни күміс хлориді бізде ақ тұнбаға түседі және кальций нитраты бөлінеді. Одан кейін Б тапсырмасында натрий карбонатына тұз қышқылын қосамыз. Нәтижесінде натрий хлор, су бөлінеді, СО2 газ бөлінеді. Бұл жерде натрий плюс ионы жалын түсі сары болып келеді. Екінші жаңағы тәжірибеге келетін болсақ, екінші жұмысқа натрий хлорға күміс нитратын қосамыз. Аргентум күміс хлориді бізде ақ тұнбаға түсіп кетеді және нәтижесінде натрий нитраты бөлінеді. Одан кейін натрий карбонатына тұз қышқылын қосқанда натрий хлориді және су, СО2 бізде газ бөлінеді. Одан кейін СО2-ге кальций гидроксидін қосқанда бізде ақ тұнба пайда болады, кальций карбонаты және су бөлінеді. Одан кейін натрий сульфатына барий хлоридін қосқанда натрий хлор және барий SO4 ақ тұнбаға түзіліп кетеді. Енді үшінші жұмысқа келетін болсақ, мыс сульфатына натрий гидроксидін қосқанда мыс гидроксиді тұнбаға түсіп, натрий сульфаты бөлінеді. Иондарға ыдыратып аламыз, яғни мыс 2 плюс, SO4 2 минус, натрий плюс, OH минус. Купрум OH-ты иондарға ыдыратпаймыз, себебі ол тұнбаға түсіп кетеді. 2 натрий плюс, SO4 минус 2. Соңғы қысқартылғанда мыс 2 плюс, 2 OH минус және мыс гидроксиді қалады екен. Енді осы мыс гидроксидіне тұз қышқылын қосқанда мыс хлориді және су бөлінеді. Иондарға ыдыратып аламыз. Қысқартылған теңдеуінде тағы да солай мыс гидроксиді, сутек, нәтижесінде мыс және су қалатын болады. Енді келесінде бізде мыс хлоридіне калий гидроксидін қосқанда мыс гидроксиді тұнбаға түседі. Плюс калий хлор бөлінеді. Реакция теңестіруді ұмытпаймыз. Еритін заттарымызды иондарға ыдыратып аламыз. Тұнбаларды сол күйінде жазып қоямыз. Енді екінші сатысында қарасаңыздар, мыс 2 плюс, 2 хлор минус, 2 калий плюс, 2 OH минус. Нәтижесінде мыс гидроксиді тұнба болады. Ыдыратпаймыз иондарға. 2 калий плюс және 2 хлор минус болады. Одан кейін соңғы сатысында бізде мыс, OH және мыстың тұнбасы қалады екен. Және осы мыс гидроксидін ыдыратқанда бізде мыстың оксидін аламыз және суды аламыз. Бұл айырылу реакциясы болып саналады. Енді әге қарайтын болсақ, натрий гидроксидіне күкірт қышқылын қосқанда натрий сульфатын аламыз және суды аламыз. Енді натрий сульфатына тұз қышқылын қосқанда натрий хлориді және H2SO4 бөлінеді.
Одан кейін натрий хлор қосу нәтижесінде калий нитратын алдық. Нәтижесінде өнім шыққан затымыз, яғни натрий нитраты және калий хлор. Бұл заттарды да жаңағыдай алдыңғы көрсеткен реакциядағыдай иондарға ыдыратып жазсаңыздар болады. Бірдейлерін қысқартып жіберіп, соңында қандай заттар және ол бейтараптану ма, қандай реакция екенін білуге болады. Осымен біздің тапсырмамыз аяқталды. Видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе тұрыңыздар. Және де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады.